Сәлем достар, бүгін мен каналыма хит болған Дубай шоколадын салатын болам. Үй жағдайында жасадық. Өте дәмді, ойдағыдай болып шықты. Осындай қолжетімді бағада жасағыларыңыз келсе, видеоны соңына дейін қарауға кеңес берем. Енді көріп отырғандарыңызда ішінде күтірлеп тұратын катаефи 845 теңгеге шықты. Осы тұрғаны мынау фисташканың ұны дейді, яғни ұнтақталған фисташка 100 граммы 2100. Сосын мынау шоколад. Мына шоколад бізде көп ермейді. Сосын мына плитичный шоколадты қостым. Екеуін араластырғанда дәмі өте ерекше болды. Екеуін араластырып жасадық. Көріп отырғандарыңыздай мына шоколад, яғни кішкене ерігіш, тез еріп кетеді. Ана екінші қара шоколадты қосқан кезде екеуі көп ерімейді. Сондықтан екеуін араластырып қайнаған суға жібітіп алдық. Міне көріп тұрғандарыңыздай астында кастрюльмен су құйып қойдым, яғни су қайнап жатыр. Соның үстіне осылай. Негізі микроволновкаға салған жағдайда қатты ысып кетеді. Осылай парда ұстаған дұрыс. Міне көріп тұрғандарыңыздай астында су қайнап жатыр. Осылай керекті шоколадтарыңызды біркелкі болғанша өстіп бұлғап жібітіп аласыздар. Содан кейін міне қалыпты дайындап қойдым. Астына кішкене әдемілік үшін жылтырақ себілді, көріп тұрғандарыңыздай. Сосын мен пакетке құйып олай бүлдіргім келген жоқ. Осылай қасықпен де ыңғайына қарай құюға болады. Осылай жиектеріне барлығына құйып шықтым, біркелкі етіп. Сосын қолмен осылай жан-жағына жағып жіберген дұрыс. Себебі оны толғанша құюға болмайды. Осы құйылғанда да мен көптеу құйып жіберіп, 1-2 қасық, шай қасықпен 1-2 қасығын алып тастадым. Себебі жаңағы ішіне начинка салатындай орын қалу керек. Міне осылай құйып алдым да, осы құйғанымды бір 5 минутқа холодильникке салып қойдым. Ол қатқанша жаңағы ішінде салатын начинкасын дайындадым. Сосын көріп отырғандарыңыздай міне жаңа шоколадтың қалбырына, шоколад мол болғасын қалбырына тағы да екінші шоколад үшін құйдым. Екінші шоколад жасау үшін жаңағы силиконды босқа сатып алудың қажет жоқ, ақша құртып. Одан да осылай мынау жаңағы 20 теңге тұратын шығар, көп болса осы қалтқа. Осылай сатып алсаңыздар да болады. Қазір көресіздер, әдемі болып шығады бұндағы шоколадты. Мен ойлағам, шешкен кезде мүмкін дұрыс шешілмей қала ма деп, жоқ. Әдемі болып шықты. Енді көріп отырғандарыңыздай катаефидің осындай екі бөлігін салдым және үлкен ас қасықпен осылай кішкене үгітіп алдым. Енді осы жерде сіздерге бір нәрсе айтқым келіп отыр. Мен жасаған қателікті жібермеңіздер. Негізі мен дайын пастасын қымбат көріп алмап едім, негізі алу керек екен. Мен ойлағанмын, жаңағы фисташканың ұнтақ түрін алып, сосын сгущенкамен араластырсам жеткілікті деп. Жоқ, сгущенка мына катаефиді жұмсатып жібереді екен. Сондықтан мен жіберген қателікті сіздер жібермеңіздер. Егер осылай фисташканың ұнын алған жағдайда паста бар. Соны алғандарыңыз дұрыс. Сгущенка қоспаңыздар. Мен ойлағам, сгущенка кішкене сладкылау болсын деп. Негізі ол дұрыс емес екен. Міне осылай араластырып жаңағы холодильникке салып қойдым. Соның ішіне қазір салатын боламыз. Жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Міне осылай жақсылап араластырдым. Және оның үстіне кішкене қаймақ қосып жібердім. Жаңағы
қоймалжың болсын деген мақсатта. Бірақ бұл қате болды негізі, бұны қоспаңыздар. Қымбатта болса пассысын алған дұрыс екен. Міне осылай жақсылап араластырамыз, барлығы біркелкі болып біріккенше. Енді көріп отырғандарыңыздай тастай болып қатып қалды. Морозильник емес, холодильниктің өзіне осылай қатты. Сосын көріп отырғандарыңыздай осылай үстіне біркелкі етіп жағамыз, яғни нанға жаққан май сияқты қылып жағып шығамыз. Яғни мына ыдыс толғанша. Сосын бетіне қазір қайтадан шоколад құятындай шамалғаны орын қалдырсаңыздар 1-2 миллиметр жеткілікті. Осылай толғанша барынша жаңағы начинкасын салып шықтық. Енді міне көріп отырғандарыңыздай шоколадты үстіне тағы да құямыз. Осылайша жақсылап құйып шығамыз. Осылай қасықпен ыңғайлап жағып жіберсеңіздер де болады. Үстіп 10 минутқа холодильникке қойыңыз. Морозильникке қойсаңыз тіптен жақсы болады. Тез қатады. Бұл жердегі сыртында шоколад қатса болды, іші маңызды емес, қатпайды да ғой іші. Міне осылай жақсылап үлкен қасықпен жағып, әсіресе жиектерін жеткізіп, сосын қолға алып, осылай кішкене жан-жақтарына қарай қисайтып 100% жағылғанша жағып шығамыз. Міне осылай 10 минутқа холодильникке немесе морозильникке салып қойсаңыздар болды. Екінші шоколад жаңағы қалтқыға да осылай салып шығамыз. Қалған начинканы салып, оның үстіне қалған шоколадты құйдым. Яғни жаңағы жасағандай қылып. Көріп тұрғандарыңыздай жаңа қалған шоколадты да осылай құйып алам. Негізі шағында ыдыс алсаңыздар болады. Менің ыдысым, білмеймін, қолым кетеді бе, мына үлкен ыдысты алып кішкене ыңғайсыздау болып тұр. Бірінші рет жасауым үй жағдайында. Бұны да осылай жиектеріне жеткізіп жағып шығасыздар. Жаңағы 10 минут өткеннен кейін шоколадымыз көріп отырғандарыңыздай қатты. Енді жайлап силикон қалтқы болғасын шешу оңай бұны. Осылай жайлап шешіп аласыздар. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Мен жасаған қателіктерді жібермеуге тырысыңыздар. Міне жылтыр әдемі болып шықты. Мен холодильникке салып қойғанмын, кішкене істеген жоқ, бостау. Морозильникке салғанда вообще жақсы болады. Міне іші. Мен ыдысым кішкене таяздау болғасын, начинкасы аздау болып көрініп тұр. Енді жиендерге дегустация жасаттым. 2 жиенім.
бағасын беріп өтеді. Дәмді. Каналға жазылып, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Маған жазылған әрбір подписчиктің орны бөлек. Рахмет.